Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмді еретін тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін скумбрияның мұздатылған түрін аламыз. 4 адамға 2 скумбрия жеткілікті. Оның басын, іш құрылысын, құйрығын толықтай тазартамыз. Және де арты қанаттарын да алып тастасаңыздар болады. Тазаланған балығымызды жақсылап жуып, бөліктерге бөлеміз. Мен шамамен 1-1,5 см болатындай бөлдім. Дәміне қарай тұз және майонез саламыз. Майонезді қаймақпен алмастырсаңыздар болады. Балықтарымызбен бірге қызанақтарымызды да салып, жақсылап араластырамыз. Енді өзіміздің қалауымыз бойынша противенге барлығын салып орналастырамыз. Лимонды да арасына салғандарыңыз дұрыс, себебі лимон артық дәм иісті алады. Енді 200 градуста 45-50 минуттай балығымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Ас болсын, гарнирге күріш қосылған кукуруза ұсындым. Дайындап көрдіңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын.